Сәлем, достар. Мен бүгін гүлдің тұқымнан бастап қалай өсетінін көрсетемін. Бұл өте қызықты саяхат болады. Қараңыз. Біз бірге гүлдің өсу жолын бақылаймыз. Тұқым су ішіп күннің жылуын сезінеді. Содан кейін оның ішінен кішкентай жасыл филис шығады. Міне, филис. Ол өмірге келіп өсуін бастайды. Бұл таңғажайып процесс. Филистен кішкентай жапырақтар өсе бастайды. Олар күнге қарай ұмтылып, күн сәулесін сіңіріп күшейеді. Қандай керемет! Бұл табиғаттың ғажайыбы. Көп ұзамай филизден әдемі гүл бүршігі пайда болады. Соңында ол ашылып керемет түстерімен жарқыраған әдемі гүлге айналады. Түстері қандай керемет! Бұл өте әдемі көрініс. Гүлдер біздің әлемді әдемі етеді. Оларға қамқор болып күтіңдер, достар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріскенше, гүлдерге қамқорлық жасау өте маңызды.